Ассалаумағалейкум. Мұны тонадағы 3 генератордан 2 генератор, 1 генератор шығару керек болып, корпусын сындырып алып мынаның. Одан басқа генератор жинап беретін краздың генераторы. Соның жалғасы мынау. Себебі алдында жоғарыда видеоны айтып келетін болсақ, мына обмотка, мына диодный мостқа бармай алды. Сол себепті ол тоқ бермей қалды. Енді бұда нейтральный мынандай обмоткадан провод шығу керек. Мынандай төртіншісі. Торада видеоларда айтылды осылар. Мынада үшеу шығады, мынада төртеу шығады. Енді осы обмотканы әкеліп тұр. Мына обмоткасы келді. Бұл обмотка бұл роторға келіп тұр. Сәйкестеніп тұр. Іші де сырты да келіп тұр. Корпусқа келіп тұр. Подшипниктерін саламыз, ол механический нәрсе. Енді сұрақ, мына диодный мост мына обмоткаға бара ма? Сондай бір сұрақтың үстінде тұрым, бірақ сонда да жинап көрім, иншалла. Генератордың мына новый обмоткасына мына диодный мостын түсіріп, жинап қойдым мына корпусқа. Бұның артқы корпусты сәл-пәл басқашалау болады. Ана шүткімен жүретін генератордың артынан мына релемен жүретін генератордың арт жағы сәл-пәл бөлектеу болады. Оларда мына жерде конденсатор болады. Бұда конденсатор болмайды, бұның бәрін мына реле қамтиды. Бұда нейтральный провод болады, мына жерден шығатын тесігі болады өзінің. Ана корпуста ондай тесік болмайды. Ол жерде бітеу болуы мүмкін, тесу мүмкін дополнительно. Мына жерлері жабық болады кішкене, сондай айырмашылықтар болады. Енді в целом келіп тұр. Енді мына роторы, сосын подшипник, негізі 62-202 дейтін подшипник керек еді. 62-02 дейтін подшипник алып келді. Оның подшипникті айырмашылығы мына жері аласабат арасы. Диаметр бәрі ішкі сырты келіп тұр, бірақ аласала болады. Мынау енді 62-303 деген ой подшипник. Отырғызып қойдым, жинайым, стендке салып көрем, тексерем. Мына келген реле регуляторды генераторға салмастан бұрын тексеріп алуды шештім. Оны тексеру үшін бізге мынандай бұл питание керек болады. Контрольке керек болады мынандай. Сосын мынандай кішкентай провод керек болады. Бұның енді мына дополнительный сопротивлениемен жүреді бұндай релелер. Мынау резистор болады. Резисторды өлшеген кезде 0,172 Ом көрсетіп тұр. Ол жақсы көрсеткіш. Енді бұны қалай жалғаймыз? Мынау келіп тұрған қызыл провод, плюсовой клемді іштен шығып тұрған шүткіге, реле арқылы шығып тұрған шүткіге жалғаймыз. Сосын оны через резистор мына жақтағы обмоткадан шығатын нейтральный проводқа жалғаймыз. Екі ортасында мына немен перемычка береміз проводпен. Себебі бұл мынауда плюс, екеуі де плюс. Минусты корпусқа береміз. Себебі корпус минус болады ол, масса. Енді бұл жерде біздер генераторда имитировать етіп жатырмыз оған. Қаншалықты тоқ шығаратын, қаншалықты тоқ беретінін. Сосын шүткінің бір жағына контролькінің бір жақпасын жалғаймыз да, екінші жағына контролькін тегізіп көреміз. Бұл жерде мына плюсовой клемені, плюсовойды көрсетіп тұрмын, қызыл. Енді орындарын ауыстырып көреміз. Мынаны тексерген кезде мынау минусты көрсетеді. Демек, шүткінің мына жағы плюсте, мына жағы минус. Енді жоғарыдағы жаңа тексерісті қорытындылай келе, бұл реле регулятор жасайды деген қорытындыға келуге болады. Оны қазір генераторға саламыз, сосын тексеріп көреміз. Генераторды толығымен жинадық. Новый релесін алып келдік. Екі аккумуляторды қосып қойдық. 25-7 состояние көрсетіп тұр. Кәдімден қосып көреміз, бисмилля. Жиырма 27 вольт көрсетіп тұр. Енді бұның зима жағын қосып көреміз. Зима положениесін қосып қойдық. Бұл 29 вольт беру керек. Тексеріп көреміз қазір. Генератордың леті жағы 27 вольт беріп тұрды, зима жағы 29 вольт беріп тұр. Ішінің бәрі новый, подшипниктердің бәрі новый, тып-тыныш айналып тұр. Генератор жақсы жұмыс жасап тұр.